Ассалаумағалейкум қазақ елі, Қарағандыдан барлықтарыңызға сәлем. Жалпы бүгін әңгімеміз әрине әдеттегідей күркетауық балапандар жайлы болмақ. Бүгін сіздерге үш тақырып жайында айтып өтсем деп едім. Біріншісі, күркетауықтарды қалай ұстау керек. Екіншісі, күркетауық ұстаудан қалай пайда табуға болады. Үшіншісі, жалпы үшінші сұрағымыз, күркетауық балапандарын ұстау тиімді ма, тиімсіз бе деген сұрақтарға жауап бергіміз келеді. Енді жалпы айта кететін болсақ, күркетауық балапандарын ұстау қиын емес, мүлдем қиын емес. Мысалға, көбісі айтып жатады, ауырғыш келеді, сквозняктан қорқады, жемі арнайы жоқ. Біздің жаңағы республика бойынша күркетауықтарына арналған жем жоқ. Оларды мынандай ауру болады, анандай ауру болады, синусит болады, кокцидоз болады деп. Енді ол өзіңіздің ұстауыңызға байланысты деп есептеймін. Біздің практикамызда әлі ондай аурулар болған жоқ. Құдай бетін аулақ қылсын. Бірінші сұраққа жауап берсек, мысалы, күркетауық балапандарын қалай ұстау керек? Күркетауық балапандарын жұмыртқадан жарып шыққаннан бастап қалай ұстау керек жайлы бұған дейінгі видеоларда айтып өткен болатынмын. Енді сәл өскеннен кейін күркетауық балапандары мүлдем жеңілдеп кетеді ұстау. Оларды мысалы бір ай шамасында сәл күтсеңіз, одан кейін жақсы көтерілсе, витаминдерін берсеңіз, қоспасын берсеңіз, жақсы көтерілсе, ары қарай өте жеңіл. 3 уақыт тамағын бересіз. Уақытыңыз болса, күніне 1 уақыт, болмаса 2 уақыт, 1 сағаттан, жарты сағаттан сыртқа шығарып жайып отыруға болады. Яғни көк шөп олар үшін өте маңызды. Өзімнің жалпы мынау интернеттегі ақпаратты ақтарып, тағы бір СССР-ден қалған кітап бар. Соны ақтарып қарасақ, жалпы мынау күркетауық балапандар үшін көк шөп өте маңызды. Көк шөп берілмеген күркетауықпен көк шөпті жиі пайдаланып, және жеп қоректеніп отырған күркетауықтың екеуінің салмағы өте, салмағындағы айырмашылық өте көзге жақсы байқалады екен. Мысалға, көк шөп жемеген күркетауық, тек қорада ұсталған күркетауық 5 айлығында мысалы 7-8 килограмм тартуы мүмкін. Мен белая широкогрудая породасы жайлы айтып отырмын. Ал көк шөп жеп, мысалы, 1 жыл ұсталған күркетауық, ересегі, еркек күркетауық 17 килограммға дейін, 15 килограммға дейін тартуы мүмкін. Көзге мысалы айырмашылық көрініп тұр. Ол сіздің бұларға арналған күніне 1 сағат уақытыңыздың көрсеткіші. Күркетауық балапандарын жаңа ұқсап күніне 3 уақыт жемін беріп, қазір мысалы 3 ай уақытқа келгеннен кейін олар көп жейді. Сондықтан біз сәл кебек қоса бастадық. Отход, зерноотход, яғни жарма жем қоса бастадық. Және әдеттегідей айына 6 күн, 1 апта бойы чиктоник витаминдер қоспасын береміз. Бұл балапандардың тез көтеріліп, денсаулықтарының жақсы болуына септігін тигізеді. Ауыратын күркетауық, мысалы, витамин бойында аз күркетауық тез белгілі болады екен. Бірінші саусақтары қисая бастайды. Одан кейін тездетіп әрекет жасамасаңыз, алдын алмасаңыз, аяққа жатып қалады. Аяққа жатқан күркетауық дұрыс болады деп енді өзім айта алмаймын. Дұрыс болса да өзінің
қатарластарынан әжептәуір қалып қояды. Жалпы сол туғаннан бастап мысалы творог беріп отыру керек, витамин беріп отыру керек, көк шөп беру керек. Осы тамақтардың барлығын жеп отырған балапан ешқашанда аяққа жатпайды. Екінші, күркетауық балапандарын ұстау тиімді ма, тиімсіз ба? Әрине тиімді. Біріншіден күркетауықтың еті диеталық ет, химиялық ешқандай мысалы қоспаларға, химикаттарды бойында сақтамайды, ешқандай аллергиялық әсер бермейтін сондай бірден бір ет болып табылады. Мысалы кішкентай балаларға жеуге болады, спортсмендерге жеуге болады, диетадағы адамдарға бұл етті тамаққа пайдалануға болады. Күркетауық балапандарын ұстау барысында мысалы 3 ай уақытына таяған кезде олар жемді көп жейтін болғандықтан, менің мысалы өзімнің тәжірибемде бұлармен қоса несушка тауықтарын белгілі бір мөлшерде ұстаған дұрыс сияқты. Несушка жалпы кәдімгі жұмыртқа беретін тауықтарымыз. Оның жұмыртқасын сатып отырсаңыз, клиенттік базаңыз болса, бірінші өзінің қорегін, екінші сіздің отбасыңыздың мұқтаждығын жұмыртқаға деген, үшінші басқа да қосымша жаңағы сіз ұстап отырған құстардың жемін ақтап отыруы ықтимал. Енді ол сіздің мысалы қанша тауық ұстауыңызға байланысты. Сондықтан баршаларыңызға енді құсшылар, қазақстандық құсшыларға айтатыным, қорықпаңыздар. Күркетауық балапандарын ұстау мүлдем қиын емес. Үшінші сұрағымыз, күркетауық балапандарымен мысалы қалай бизнес жасауға болады? Мен сіздерге әдемі естілетін біраз цифр айтып өтейін. Мысалы, менің ұстап отырғаным қазір 40 күркетауық. Оның ішінде 30 еркек, 10 ұрғашы. Мысалға 100 жұмыртқа алдыңыз. 100 жұмыртқаның ішінде шықпай қалатыны бар, ұрықтанбағаны бар, балапан кезінде ауырып өліп қалатыны бар. Сонымен 100 жұмыртқаның 50% бір айлық мөлшерден асып шықса жақсы. 50 балапан шықса жақсы. Содан мысалы бір айлық уақытқа, бір айлық жасқа дейін 50 балапан жетті делік. Олардан кейін мысалы сол 50 балапанды ұстауға бірінші айға көп қаражат кетпейді. Бір жарым қап комбикорммен стартовый балапандарыңыз бір айлық жасқа жетуі мүмкін. Одан кейін кукурузаны мысалы қоса бересіз, ақырында көбейте бересіз. 2 айлық жасқа дейін мысалы өз тәжірибемде 40 балапан 1 айлық жасқа дейін 6000 теңгеге жем жеді, 2 айлық жасқа дейін 9000 теңгеге комбикорм жеді. 3 айлық жасқа дейін 12000 теңгеге комбикорм жеді. Енді ары қарай өсе береді деп жоспарлап отырмыз. Жалпы қалған 3 ай уақытына 60.000 теңге, ай сайын 20.000 теңгеден бюджет қарастырдық. Қорек азық жейді деп есептедік. Сонымен бірінші айға 6000, екінші айға 9000, үшінші айға 12000. 27000 теңгеге комбикорм жесе, енді 30000 теңге. Қалған 3 айына 60000, сонымен 90000 теңге бізге 6 айға комбикормға қарастырылған.
Балапандарыңыз, мысалы 100 жұмыртқаңыз 500 теңгеден, біздің Қарағанды облысы бойынша 50 мың теңге кетті делік. Инкубаторға салдыңыз, оған уақытыңыз кетті, оны есептемейміз. Сонымен орта есеппен 150 мың теңге 40 балапанды ұстауға кетті бізде. 50 балапанға енді одан сәл көп болуы мүмкін. Сонымен еркектері ең жоқ дегенде, ең нашар болды деген кезде 10 килограмм ет беру керек. Ұрғашылары 6-7 килограмм. Сонымен ұрғашыларын әзірше қарастырмаймыз. Еркектері біздің облыс бойынша күркетауықтың еті килограммнан 1500 теңге. Сонымен 10 килограммдық күркетауығыңыз 15 мың теңге тұрады. 30 күркетауығыңыз 450 мың теңге тұрады. Одан кеткен 150 мыңды алып тастайсыз. Сонымен 6 айда сізге күркетауықтың еркектерінен 200 мың теңге пайда түсті делік. Әрі қарай қыстап шықса ұрғашыларыңыз бір ұрғашыдан, осы жерден мұқият тыңдайық, бір ұрғашыдан сезонына 80-нен 100 жұмыртқа шығады. 100 жұмыртқадай табады. 80 жұмыртқаңыз 500 теңгеден есептесек 40 мың теңге. Және өзінің беретін еті бар. 5 килограмм етіміз, мысалы 7,500 теңге. Сонымен орташа есеппен ұрғашы күркетауықтан 47 мың теңге пайда табуға болады. 10 ұрғашыңыз болса, бұл цифра 10 есе көбейеді. 470 мың теңге. Сонымен бір жылда айналған кезде, әрине жақсы порода болса, сіздің инкубациялық жұмыртқаңыз не болса, инкубациялық жұмыртқаңыз жақсы болса, жұмыртқаларды сатып, болмаса балапан қылдырып сатып, балапан 1500 теңге тұрады бір күндік. Орта есеппен 600-700 мың теңгедей 40 күркетауықтан пайда табуға болады. Енді бұл цифраны, мысалы 40 күркетауық емес, 200 күркетауыққа көбейтсеңіз, бір жылда әжептәуір бюджет айналдыруға болады. Бұл әрине негізгі табыс көзі қылдырып емес, қосымша табыс көзі болған дұрыс. Себебі бұл сезондық жұмыс. Балапан көктемде, жұмыртқа көктемде, ет күзде, болмаса қыс уақытында. Және бұны іске асыру үшін әрине клиенттік база болған дұрыс. Және осылардың жемін өзі ақтап тұру үшін тауық ұстауға болады, бөдене балапандарын, жұмыртқаларын сатып, бөдене құстарын ұстауға болады. Жалпы сомен жуық шамамен айтқан кезде есебіміз осы. Енді әр қазақ азаматы, әр қазақ баласы білсін деп, қазақ еліне аз да болмаса кішкене көмегіміз болсын деп, пайдамыз тиісін деп осындай канал ашып жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Осы видеоны қазақ бауырлар білсін. Бөлісейік видеомен, лайк басайық. Алып қосарларыңыз болса, айтарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Менің енді тәжірибем өте мол емес. Жаңадан бастап жатқан құсшы болам. Сондықтан бәріміз бірігіп, осы YouTube әлеміндегі қазақ контентін көбейтейік. Қазақ бауырларға деген ақпаратты толықтырайық. Қош, сау болыңыздар.